Қанша мықты болсаң да, қанша көп ақша тапсаң да, сен күйеуіңнен өзіңді жоғары санама. Күйеуіңмен теңесем деп те ойлама. Қаншама әйелдер маған хабарласты, сондай жағдайдың кесерінен басында бәле қиындық келген. Мысалы, сондай көп ақша тауып, ол өз-өзінің қалағанын алып, өз еркімен жүріп қалғанда, өз ақшасы өзіне жетеді, көлігі бар, 2-3 бизнесі бар. Күйеуі қызық емес болып қалған. Немесе еркек позициясына өтіп кеткен да, өзінің табиғатына қарсы кетіп қалады. Сөйтіп күйеуі басқа бір әйел тауып алған. Негізі ана әйел бұрын бақытты болған, екеуі күшті керемет, нөлден бастап көтерілген, үй бүкіл жағдайын жасап, еркекте жақсы ақша тапқан, еркекте мықты еңбекқор, сонда жақсы ақылды, жақсы жігіт болған негізінде. Бірақ ана әйел адам ақша көп тапқан сайын уже күйеуінен не алам, не істеймін деп сұранбайды да, өз білгенін алып, өз білгенімен жүре берген да. Әйел адам өзінің нәзіктігін, қылықтығын жоғалтып алған ғой. Еркек мінез сияқты болып кеткен да. Ал күйеуінің алдында нәзіктікті, қылықтығыңды сен көрсету үшін әйелдік қалпыңа келуің керек. Бір саты төмен тұру керек. Солай оның алдында еркелеп сен өзіңді бақытты сезініп күле аласың да. Солай ана әйел өзінің қатесін түсініп, мойындап отыр да. Ол нәрсені күйеуім де айтқан дейді маған. Мен күйеуімді тыңдамай кеттім дейді. Сөйтіп өзім қазір қиналып, сондай күйзеліс, депрессиямен шаршап жүрмін деп. Негізі жақсылыққа алып бармайды ол нәрсе. Құрметті әйелдер, жақында сондай тағы бір әйел хабарласты. Ол да бақытты, күшті, керемет өмір сүрген. Сөйтіп ана әйел жұмыс істей бастағаннан өзгере бастаған, бұзыла бастаған. Күйеуі ызаланса алмай қою, мінезін көрсетіп, күйеуіне қарсы келіп, енді күйеуінен көптеп ақша табатын болған ғой. Сосын күйеуі менсінбей, жек көріп, жиркеніп, жақындағысы келмей, күйеуін төмен санап, общем, ұрыс керіс, отбасыда проблема көбейіп кеткен. Одан күйеуі қол көтереді, күйеуіне одан сайын жек көріп, күйеуіне ренжіп, солай ашуланып, ұрыс керіс, қырғын көбейе берген, артында әйел адам үлкен бір проблемаға, қиындыққа ұрынады ғой. Масқара болады бұл айтқанда. Сол үшін құрметті әйелдер, ол жұмыс деген, ақша тапқан жақсы ғой. Отбасыға әйтеуір пайда келтіру да, ол да ер адамға бір жәрдем беру ғой бір жағынан қазіргі заманда. Бірақ жоғары санамаңыздар. Күйеулеріңізбен теңесем деп, мен одан ақылдым, мен одан күштім, ол ақымақ, ол надан, ол сондай жаман деп айтпаңыздар. Олай Құдайға қарсы келмеңіздер. Сол күйеуіңізді тыңдап қарсы келмейді жұмыс істеуге болады, ақша табуға болады. Просто өзіңнің табиғатыңа қарсы келмеу керек та. Әйелсің ба? Әйел сияқты сен еркелеп, қылықтығыңды, нәзіктігіңді шығарып, бақытты әйел болып жүру үшін сен солай күйеуіңнен бір саты төмен тұру керексің. Күйеуім менің мықты, жақсы адам, ақылды, Құдайдың берген күйеуі деп күйеуіңіздің жақсылығын, жақсы жақтарын бағалап отыратын болсаңыз, сіз оны әрдайым жақсы көріп, әрдайым оның алдына еркелеп күле аласыз. Оның барлығы айналып келгенде ол өзіңізге жақсы да. Сол нәрсені көп әйелдер сонда бәріне көніп, құл сияқты жүре беру керек па деп түсінеді да. Ол ең бақытты амал да сіз үшін негізінде. Аллах тағала бекер бұйырмаған ол нәрсені. Құдай бізді жаратқан, бізді неден бақытты, неден бақытсыз болатынымызды біледі ғой. Бізді жаман болсын деп айтпайды. Сол үшін мен Құдайдың, бүкіл әлемнің Раббысы Алланың бұйрығын орындап жатыр. Мен сол үшін бойұсынып, сол үшін қарсы келмей, соған шүкір етіп, соған разы болып, мен солай бақытты болуым үшін, Алланың содай жақсылығына, сыйына, сауабына жету үшін мен өзімнің нәпсіммен, жаман оймен күресіп жатырмын деп, біз солай істесеңіз, қандай бақыт, қандай жеңіл, қандай рахатта ол нәрсе. Ал мына күйеуім оңбаған, әділетсіз, мен оны не үшін тыңдаймын, не үшін бойұсынамын деп солай жүрген әйелдер көп та. Қандай еркек болсын, қате кемшілігі болады. Құдай бәрімізді қате кемшілікпен жаратқан. Қате кемшілігі бар екен деп сен бойұсынбай, қарсы келіп, менсінбей жүретін болсаң, өзің қиналасың, өзің азапталасың. Өзің жүрегің тыныштық таппайды. Сол үшін құрметті әйелдер, сіздер бақытты болу үшін айтып жатырмын бұл нәрсені. Осындай секреттерді, құпияларды көп адамдар айта алмайды. Ол нәрсеге сана сезімі жетпеген, немесе нәпсісін, жанын сол нәрсеге тәрбиелемеген де, сол үшін көп адамдар айта алмайды.